Дәрігер кімге мейіз бен құрма жеуге болмайтынын айтты. Жаңа піскен жемістер маусым аяқталған кезде пайдалы және дәмді тағамдар ұнатушылар кептірілген жемістерге ауысады. Диетолог маман Лия Гавашели бұл кептірілген жемістердің пайдасы мен зияны туралы айтты. Құрма диеталық өнім бе? Мейіз де құрма да пайдалы, белсенді ингредиенттер бойынша нағыз көшбасшы. Мысалы, құрманың құрамында А дәрумені, бета-каротин, Б дәрумені кешені, фолий қышқылы, С, Е және К дәрумендері, сонымен қатар кальций, магний, марганец, темір, мырыш, натрий және басқа да бірдей пайдалы минералдар бар. Құрманың құрамында фруктоза, сахароза және глюкоза өте көп, бірақ сонымен бірге бұл өнімнің гликемиялық индексі өте жоғары емес. Қан диабетімен ауыратындарға құрма жеуге бола ма? Құрамында фруктозаның, сахарозаның және глюкозаның жеткілікті мөлшеріне қарамастан жоғары калориялы болса да, құрманың гипогликемиялық индексі төмен, сондықтан қан диабетімен ауыратындар қалыпты мөлшерде жей алады дейді дәрігер. Қан диабетімен ауыратындар құрманы кеште жемей, таңертең немесе түстен кейін диетаға қосқаны дұрыс. Оның саны 2-3-ден аспау керек. Енді кімге құрма жеуге болмайды? Құрманы жақсы көретіндерде басты мәселе салмақ қосу. Сондай-ақ құрамында калий көп болғандықтан бүйрек ауруы бар науқастар құрманы жеуге болмайды. Кептірілген құрманың құрамында іштің кебуіне және басқа да ас қорыту проблемаларына әкелетін заттар болуы мүмкін. Мысалы, сульфиттер аллергия тудырады. Мейіз кімге пайдалы және зиян? Кептірілген жүзім құрамында калий, магний, фосфор және темір өте көп. Оның үстіне мейіз антиоксидант және құрамында В тобы дәрумендерінің кешені бар. Мейіз сонымен қоса жүрек тамырлары патологиялармен ауыратын адамдарға пайдалы. Аздап тыныштандыратын және несеп айдағыш әсерге ие. Құрма сияқты мейізде өте жоғары калориялы өнім. 100 граммда шамамен 300 килокалория бар. Сондықтан оны көп мөлшерде жеу салмақ қосуға келеді деп ескертеді дәрігер. Калориясы бойынша бір мейіз бір жүзімге тең. Бірақ бір мейіздің кептірілген және өлшемі кішірек екенін ескеруіміз керек. Сондай-ақ мейізде асқазан ішек жолдарының аурулары бар және аллергияға бейім адамдарға жеуге болмайды. Жүзімді кептіру кезінде әртүрлі химиялық заттар жиі қолданылады. Осы себепті мейіз басқа кептірілген жемістер сияқты қолданар алдында мүмкіндігінше мұқият жуылуы керек дейді. Құрма мен мейізді пайдаланудағы жүйелілік пен модерация негізгі қағида. Сонда бұл өнімдер ағзаға шынымен де пайдалы болады және зиянын тигізбейді. Денсаулығыңыз мықты болсын.